Қонжық пен көжек ертегісі. Ерте-ертеде көжек өкпелеп түбіртекте отырған. Көзінде жас. Біреу тиісті ме деп енесі көжегінен сұрайды. Қонжық, екеуміз жасырынбақ ойнағанда ол мені бадырақ, салпан құлақ деп мазақтады. Қараптан қарап солай деді ме? Жоқ, көзімнің өзі ғой бұрылып кеткен. Және құлағым ол бұтаға тығылып жатқанда едірейе қалған. Енесі көжегін көтеріп алатты. Жылама, табиғат бізге артымыздан баспалап келе жатқан жауымызды көре алатын осындай тамаша көз берген. Және құлағымызда баспалап келе жатқан жауымыздың дыбысын дер кезінде ести алады. Тағы қандай өкпең бар? Тағы да ол мені қорқақ деп мазақтады. Қараптан қарап мазақтай салды ма? Жоқ, қонжық бұтақта отырғанда бір кезде сатыр ете түсті. Меніңге қалай зып бергенді өзім білмей қалдым. Ондай сатыр еткен дыбыстан жұрттың бәрі қорқады. Я, және ол шегі қатып күлді. Сен өзің оны ешқашан мазақтап күлген жоқ па едің? Дейді енесі. Жоқ, тек маймақ және балсоғар деп мазақтады. Неге? Мені қуалағанда ылғи құлай береді және балды көп жейді. Тап мұның дұрыс емес. Әркімнің өзінің артықшылығы мен кемшілігі болады. Және де сен қалай сәбізді жақсы көрсең, ол да балды қатты жақсы көреді. Сондықтан да қонжыққа барып кешірім сұраймыз деді. Көжек пен қонжық қол алысып, екеуі татуласады.